Эпштейн тізімі. Әлемге әйгілі тарихта ізі қалған тұлғалардың былығын ашатын тізім. Кейінгі уақытта әлеуметтік желілерде бұл тақырып қызу талқыланып жатыр. Ең қызығы, тізімдегі тұлғалардың жасаған әрекеттері көпшілікті таңғалдырады. Ол ақш элитасы мен әрі Голливуд жұлдыздарымен тығыз байланыста болған америкалық қаржыгер Джеффери алғаш рет 2005 жылы 14 жастағы қызды зорлады деген айыппен қамауға алынды. Жалпы қаржыгер жасаған Эпштейн қылмыстары Вирджиниядағы аралда болған. Кейін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері бұл орынға көңіл көтеретін арал деген атау берді. 2019 жылы Эпштейнге кәмелетке толмағандарды саудалады деген айып тағылды. Кейін ол түрмеде өз-өзіне қол жұмсады. Ал биыл 3 қаңтарда ақш соты көпшілікке қаржыгердің жыныстық бағытта жасаған қылмыстары жөнінде ауқымды материал жариялады. Эпштейн өлімінен соң оның ісіне қатысы бар деген адамдардың тізімі шықты. Яғни қаржы маманының тұрақты клиенттері болуы мүмкін деген тұлғалар. Тізімінде 150-ден аса адамның есімі бар. Алайда бұл олардың қандай да бір заңсыздыққа қатысы бар дегенді білдірмейді. Бұл туралы Independent хабарлады. Есімдердің көбі жаңалықтар мен сот отырыстарында жарияланды. 2023 жылы желтоқсанда судья Лоретта Преска бұл аттардың жасырудың еш жөні жоқ екенін айтып шешім шығарды. Тізімде Эпштейн айыптаушылар, оның бұрынғы әріптестері, іс бойынша куәгерлер, оқиғаны зерттеген прокурорлар және журналистер бар. Тіпті айыпталмаған адамдардың есімі жазылған. Ең қызығы, тізімде Эпштейн мен ұзақ жыл байланыста болған, бірақ іске қатысы жоқ делінген қоғам қайраткерлерінің есімі кездеседі. Құжаттағы тізімге сенсек, аралға ақш-тың бұрынғы президенттері Билл Клинтон, Дональд Трамп, ал актерлар қатарынан Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси және режиссер Джордж Лукас барған. Сондай-ақ тізімде модель Наоми Кэмпбелл, әнші Майкл Джексон, Ұлыбритания ханзадасы Эндрю, иллюзионист Дэвид Копперфилд және тағы басқа танымал тұлғалардың есімі аталған. Джеффери Эпштейн ханзада Эндрю, ақш-тың 42-ші президенті Билл Клинтон және ұлыбританиялық миллиардер Ричард Брэнсон бірігіп бейәдеп видеолар түсірген. Қаржыгердің ісі жайлы құжаттарда осылай көрсетіледі. Sky News мәліметтерінде Эпштейннің құрбаны болдым деп мәлімдеген Сара Ренсом 2016 жылы журналистке электронды хат жазады. Онда ол өз құрбысының Эндрю ханзадамен ақш-тың бұрынғы президенті және танымал кәсіпкермен жыныстық қатынасқа түскен айтып берген. Сондай-ақ Ренсон электрон поштадағы жазбасында ақш-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың да көптеген қызбен жыныстық қатынаста болғанын айтқан. Деректерге сүйенсек, Хокинг 2006 жылы Аты-шулы аралға барған. Онда Эпштейннің қаржыландыруымен өткен ғылыми конференцияға қатысады. Ол аймақта Хокинг атқа мініп кемемен жүрген және су астында тур жасаған. Эпштейннің құжаттарында Стивен Хокингтің оргияға қатысы бары айтылады, бірақ басқа мағынада. Вирджиния Джеффри ғалымға кешке қатысты деп айып таққан. Оны Эпштейн жоққа шығару үшін Джеффриның таныстарына пара ұсынған. Жалпы ғалымның шынымен де оргияға қатысқаны туралы ақпарат және Джеффриның айыбы жалған ба жоқ па әлі белгісіз.